5 жылдық жоспар. Кеңес өкіметінің 1928 жылдан бастап КСРО-ның әлеуметтік-экономикалық дамуын межелеген мерзімді жоспарларының жалпылама атауы. 1928-1932 жылдары бірінші 5 жылдық міндетіне сәйкес ауыл шаруашылығын коллективтендіру саясаты жүргізілді. Соның нәтижесінде Қазақстанда Риддер қорғасын зауыты, Қарсақпай мыс қорыту зауыты, Қарағандыда бірнеше көмір шахталары іске қосылды. Түркістан, Сібір және Қарағандыны Сібір жолымен жалғастырған Ақмола темір жолдары пайдалануға берілді. Екінші 5 жылдық жоспарына сәйкес Қазақстанда Шымкент қорғасын зауыты, Ақтөбе химия комбинаты, Алтай Ащысай полиметалл комбинаттары салынып, іске қосылды. Үшінші 5 жылдықта Қазақстанда Балқаш мыс қорыту комбинаты іске қосылды. Жарық Жезқазған, Рубцовка Риддер, Қандыағаш Орск, Ақмола Қарталы сияқты темір жолдары пайдалануға берілді. Жоғары және арнаулы оқу орындарының саны көбейді. Төртінші 5 жылдық жоспары кезінде Ұлы Отан соғысынан кейінгі бүлінген халық шаруашылығын қалпына келтіруді көздеді. Өскемен қорғасын мырыш комбинаты салынды. Ашық әдіспен көмір өндіретін Екібастұз кен орны кең көлемде пайдаланыла бастады. Бесінші 5 жылдық жоспарда тың және тыңайған жерлерді игеру Қазақстан үшін маңызды шараға айналды. Алтыншы 5 жылдық жоспарына сәйкес тың және тыңайған жерлерді игеру одан әрі жалғастырылды. 7 жылдық жоспар кезінде Соколов-Сарыбай кен байыту комбинаты іске қосылды. Өскемен титан-магний комбинаты, Павлодар алюминий зауыты, Кентау экскаватор, Жамбыл суперфосфат зауыттары, Жітіқара асбест комбинаты салынды. Бұқтырма су электр станциясы, Қарағанды ГРЭСі іске қосылды. 8-5 жылдықта Өзен Жетібай Шевченко және Теңіз Жетібай газ құбыры қосылып, Павлодар трактор зауыты өз өнімін шығара бастады. 9-5 жылдықта Лисаков кен байыту комбинаты, Қазақ газ өңдеу зауыты, Талдықорған қорғасын аккумулятор зауыты, Ақсу ГРЭСі пайдалануға берілді. 10-5 жылдықта Богатырь бірегей көмір разрезінің құрылысы жүргізілді. Жәйрем кен байыту комбинаты іске қосылды. 11-5 жылдықта Бозашы түбегі мен Каспий маңы Ойпаты аудандарында мұнай мен газдың жаңа кен орындары игерілді. 12-5 жылдықта Шүлбі сайсын салу аяқталды. Екібастұз 2 ГРЭСінде жаңа қуаттар қосылды. Бақыршық кең металлургия, Қайрақты вольфрам, Көктіңкөл молибден, Бозшакөл мыс кен байыту комбинаттарының құрылысы жүргізілді. Республика жағдайы әр 5 жылдықта жұмсалған күрделі қаржының сомасымен шығарылған руданың, көмірдің, мұнайдың мөлшерімен бейнеленді.